Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен етті бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Тестасының өзі өте керемет, іші сочный болып шығатын болады. Менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен еріп тұрған сары майдың бетіне дүкеннен алынған қаймақты салдым. 1 шай қасық толмай тұз, одан кейін 1 жұмыртқа. Осы ингредиенттердің барлығын біріккенше венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді ұн және ұн қопсытқышты електен өткізіп саламыз. Ұнның барлығын бірденен сала беруге болады. Кішкене ғана араласқанша венчиктің көмегімен араластырдым. Одан кейін қолымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына менде тартылған ет, асқабақ, пияз және 2 дана картошкамыз. Барлығын майда етіп турап шығамыз. Картопты және де асқабақты 4 бұрышты кубиктап тураймыз. Осы салманың бетіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Дәмдеуіштерде менде қара бұрыш, тұз және де паприка. Одан кейін барып кішкене ғана базилик. Дәмдеуіштерді мен өзімнің қалауымша салдым. Сіздер де өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді салмасын дайындап болғаннан кейін қамырды мұздатқыштан шығарып, теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Одан кейін барып бірденен жаюды бастап кетеміз. Қалыңдығы менде 3 мм болды. Осындай формаға салып пісіремін. Сіздер бірденен противеньге жай пергамент бумагасына қойып пісірсеңіздер де болады. Маған осы ыңғайлы болғандықтан осылай пісіріп жатырмын. Енді тура сондай көлемде екінші қамырды жайып алатын боламыз. Формада тұрған қамырдың бетіне салмамызды саламыз. Барлық шетіне бірдей етіп, салмалардың бәрін біркелкі қойып шығамыз. Екінші қамырды оқтаудың көмегімен осылай жинап алып, бетіне төсеп шығамыз начинканы. Менде кішкене ғана қамыр артылды, пышақпен кесіп алып тастадым. Ол қалған қамырмен бетіне өрнек жасап қойсаңыздар да болады. Енді бортиктарын жасау керек. Шет-шеттерін кішкене ғана өріп шықтым. Осы кезде пештеріңізді 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Бәліштің бетіне 1 жұмыртқаның сарысын осылай барлық шетіне тиетіндей жағып шығамыз. 180 градуста 1 сағатқа дейін қызарғанша пісіріп алу керек. 1 сағатта начинкасының барлығы піседі. Видеода менде түспей қалыпты. Ортасынан кішкене ғана тесік жасайсыздар пышақтың көмегімен. Одан кейін бар, бетіне күнжіт сеуіп шықтым. Бұл міндетті емес, егерде болсағанына жасаңыздар. Міне менде пісіп шықты. Мен решеткаға түсірген жоқпын, себебі бірденен кесіп жейтін болғандықтан. Егерде сіздер сосын жейтін болсаңыздар, міндетті түрде решеткада суытыңыздар. Себебі бәліштің асты ылғалданып кетеді. Міне сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Тестасы өте керемет болып шыққан, ішіндегі начинкасы сочный болған. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.